Баршаңызға сәлем. Бүгін көктемгі бет күтіміне байланысты бір маска жасайтын боламыз. Бұл сіздің бетіңізді ылғалдандырып, тазартып және қабыршықтанудан сақтайды. Ол үшін бізге жұмыртқаның сарысы қажет. Жұмыртқаны негізі білесіздер, косметикалық ингредиент ретінде көптеп пайдаланады. Жұмыртқаның ағында, сарысында қолданады. Жұмыртқаның бізге тек қана бүгін сарысы қажет. Ол біздің бетіміздің жас қалпында сақталуын, тонусын, әлсіреп кетпеуін, яғни салбырап кетпеуін қадағалайтын болады. Және масло авокадо керек, немесе жожоба деген масло бар, соны қолдансаңыздар болады. Бұл майларда міндетті түрде косметикалық деп жазылып тұруы керек, және бұл майды сіз аптекадан таба аласыз. Білесіздер, авокадоны сұлулықта өзінде май ретінде косметиканың құрамына да қолданады. Авокадо майы өте пайдалы. Бұдан біз 3-4 тамшысын қосамыз, және бізге лимон қажет. Лимон тек қана бетке емес, бүкіл денеге косметикалық ингредиент ретінде қолданады. Ол бетімізді тазартып және жылтыратуына, артық майларды кетуіне көмектеседі. Түрлі бетімізге шығатын неше түрлі дақтардан, майлы терілерде әсіресе көбінде не шығады, безеу шығады. Сол безеулердің кетуінің алдын алады. Жалпы бетті тегістеп, оның әдемі болуын, терінің қалыпты болуына көмектеседі. Міне осылай үшеуін жақсылап араластырамыз. Міне біздің маскамыз дайын. Маска бетке әсері күшті болу үшін бірінші бетімізді міндетті түрде тазартып алу керек. Тоникпен немесе өзіңіздің косметиканы кетіретін сулармен тазартсаңыз болады. Мен бұған молочка қолданамын. Менде Ерсақ фирмасынікі өте жақсы, бетіме ұнайды. Өйткені менің бетім құрғақ болғандықтан осы түрі маған жақсы көмектеседі. Жақсылап бетімізді тазартып алғаннан соң жаңа маскамызды жағамыз. Маскамызды асықпай, жоғарыда, төменнен жоғары қарай жаққан дұрыс. Және қыздар, бетімізге маска жасаған кезде мойнымызды да ұмытпайық. Өйткені мойында уақыт өте келе былай терілері салбырап, әдемі емес болып көрінеді. Сондықтан да маска жасағанда міндетті түрде мойынға жағыңыз, қалғандарын қолыңызға жақсаңыз да болады. Міне мен 20 минуттан соң жуып тастадым. Қатты жылы су емес, бөлме температурасындағы сумен жууға тырысыңыз, және қолыма да жақтым. Қараңыздар, қолым өте нәзік, әдемі болып қалды. Міндетті түрде жасап көріңіз.